Сөйтіп жүріп, оның төсегінен бір-ақ шықтың. Армысыздар, құрметті оқырмандарым. Менің жасым 25-те. Кезінде Шымкент қаласына арман қуып ару қала Алматыға келдім. УБИТтан жоғары білім жинап, Казгу журналистика факультетіне грантпен түстім. Басында барлығы тамаша болды. Өзім негізі көрсе қызарарлықтай сымбатты қызбын. Көп жігіттер сөз салды, бірақ тәкаппар болып ешбіріне қарамадым. Солай уақыт өте екінші курсқа өткенде киноға түсу туралы ойланып, концерттерге қатыса бастадым. Бағыма орай тамаша фильмде қосалқы рөлде ойнайтын болдым. Сонымен күнделікті кино түсірілімдерінде барып жүрдік. Тамаша сәттер еді. Әлгі біздің киномызды қаржыландыратын Алматы қаласында атағы бар 46 жастағы бизнесмен кісі еді. Содан бір күні ол да түсірілім алаңына келді. Өзіне қыз таңдауға келгендей барлығымызға бастан аяқ қарап шықты. Содан маған көзі түсіп, ұзақ қарап кетіп қалды. 2-3 күннен соң қызықты оқиғалар басталды. Керемет гүл шоқтары, асыл тасты бұйымдар. Ол әрине өз әкелген жоқ, жүргізушісіне беріп жіберді. Осылай 2-3 ай әбден еркелетіп, бауырды да басып қалдым. Қысқасы арадан қалай уақыт өткенін де білмей, оның төсегінен бір-ақ шықтым. Сірә байлығына басыма айналған болар ма шамасы. Содан біз үйлендік, екінші әйел болдым. Оның әйелі мені жек көретін, тіпті мені өлтірмекші де болды. Ол әйелмен бірге тұрды, ал маған қаладан үй алып берді. Өзі күнге келіп тұрады. Қазіргі таңда есімді жиі келе өз есіме ұяламын, тастап кеткім келеді. Ол кісіден жиіркеніп тұрамын. Айналамда қаншама жас жігіттер жүр, ішім удай ашиды. Ойлансам ақшаның да мәнісі кетті. Үйден шығармайды мені. Басқа біреумен жүріп қоясың деп. Есік алдында күзетші, шаршап кеттім уже. Телефонды көтермей қойсам, айғай ұрыс, тіпті ұратындай шығарды. Жек көріп кеттім. Ажырасамыз деп айтсам, отбасыңды құртып жіберемін дейді. Амал жоқ, отбасым үшін төзудемін. Мен ол кісі үшін тек қана көңілдес сияқтымын. Келіп шаруасын бітіріп кетіп қалады. Қайран жастық шағым-ай. Киноға түспегенімде мұның бәрі де болмас еді. Қорғайтындарыңызды да, ақылдарыңызды да айтып, жерден алып жерге салатындарыңызды да білемін. Не дейін, барлықтарыңызға да сабыр тілеймін. Маған да қиын ол кісімен бірге болу. Иә, арада жылдар өтсе де, арамызда бала жоқ. Екеуміз де дәрігерге тексерілдік. Кінәрат ол кісіден болды. Бірақ мен көрісінше кінәрат менен деп айттым. Шынымды айтсам, одан бала туғым да жоқ. Әрине, ол кісінің әйелі мені жек көреді. Қанша рет кешірім сұрадым. Кешегі күнге дейін кешірім сұрап келдім әпкеден. Жақында әпкемен сөйлесіп, екеуміз бір шешімге келдік. Құйтыртқы жоспарлар құрып, әлгі кісінің менімен ажырасуына мәжбүрледік. Ол кісі дүние мүлкі жақсы көреді. Негізі себеп дүние мүлкіне тірілсе, ол мені де сатып жіберуге дайын. Кейбір тірліктері тіпті қанымды қартайтады. Менімен бір жерге барса, ақша санап тұрып алатын қанша жағдай болса да түсір деп саудаласып кететін мінездер тіпті жиіркендіреді. Сол дүние құқығыңыздағы ма ақыр соңында көніп ажырасатын болдық. Біз бәрібір заңды некеде емеспіз. Жай ғана мені көңілдес ретінде пайдаланды. Басы татты, аяғы ащы болды. Ойлап қарасам, көңілдестігімнің өтеуі ретінде айтарлықтай ештеңе де алмаппын. Бір бөлмелі үйді өзіне алып қалуға жан таласты. Мейлі деп қайтардым. Баста үйреніп кеткенше деп ескі көлік алып берген, қазір оның лақсасы шығып тұр. Сатып ақша қылатындай да емес. Рас, әперген 3-4 алтыны бар, бірақ жұмыс істей жүріп оны өзімнің де алатын шамам бар еді ғой. Жасырып керегі жоқ. Есесіне қанша уақыт жастық шағымды ұрлады. Мен мұны мақтанып жазып жатқаным жоқ. Жай ғана қыздарға сабақ болсын деп жаздым. Өтініш тағы айтарым, біреуді қарғамай тұрып, өзіміздің артымызда бала шағамызды өсіп келе жатқан ескерейік. Міне, құрметті оқырмандар, пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер.